Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді жұмсақ булочки әзірлейміз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Бізге қажетті електен өткізілген ұн, жылы сүт, ерітілген сары май, шекер, жұмыртқа, дрожж, тұз және де ванилин. Алдымен апара дайындап аламыз. Жып-жылы сүтімізге 2 қасық ұнымызды, 2 қасық шекерімізді салып, дрожж салып, жақсылап араластырамыз. Біздің сүтіміз қатты ыстық болмау керек, жып-жылы болу керек. Жақсылап араластырып, бетін жауып, біраз уақытқа көтерілгенше қойып қоямыз. Ендігі уақытта жұмыртқамызға шекерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Аз ғана тұзымызды саламыз. Ванилин қосамыз. Мен ванилин сахар қостым. Жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы ерітілген сары майымызды қосамыз. Дайын болған осындай көтеріліп, қараңыздар, тесіктер пайда болған апарамызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнымызды аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап июін қандырып, илеп, бетін жауып, жылы жерге ашығанша қойып қоямыз. Ашыған қамырымызды тағы да бір қайтара илеп қоямыз. Сол кезде өте әдемі булочкилер шығатын болады бізде. Енді булочкидің бетіне себетін штрейзель дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн және де шекер, сары май үшеуін жақсылап араластырамыз. Осындай песочный тесто дайын болады бізде, қараңыздар. Осыны булочканың бетіне себеміз, Алла қаласа. Енді дайын болған ашыған қамырымызды алып, арнайы бөліктерге бөлеміз. Таразымен өлшеп, бірдей етіп жасасаңыздар да болады. Көз мөлшермен жасадым мен. Сіздерге просто түсінікті болсын деп көрсетіп жатырмын. Дөңгелек етіп осындай формаларға келтіреміз. Булочкиді салмасымен жасауға да болады, салмасы жасауға да болады. Салмасына кез келген джем, варенье қолдансаңыздар болады, ал мен осындай деп деген сгущенка қолдандым. Яғни ыстыққа төзімді, ағып кетпейтін осы сгущенкамен жасасаңыздар күшті болып шығады, әрі дәмі де өте дәмді. Осылайынан дөңгелек етіп жасап алып, ішіне начинкамызды салып түйеміз. Жақсылап домалақтаймыз. Енді арнайы пергамент қағазын төселген ыдысымызға қойып орналастырып шығамыз. Барлығын осылай жасап аламыз. Булочкилерімізді жарты сағаттай уақытқа бетін жауып қалдырамыз. Ешқандай ауа қалмау керек. Көтерілген уақытта алып, жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Жаңағы біздің дайындап қойған арнайы штрейзелімізді булочкамыздың бетіне сүйіп шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста қызарып, піскенше пісіріп аламыз, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді. Астарыңыз дәмді болсын, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен бірге болған Оспан Диана.